Қайырлы күн. Бүгін оюлы шақыру билет жасалу жолының бірінші бөлімін көрсетемін. Ол үшін канваға кіріп, ортадағы плюсик деген батырманы басып, осындай размерін таңдап аламыз. Бізге қажетті размер история в Instagram деген размер. Осындай аппақ болып ашылады и сразу шаблоны деген бетке сіздерді лақтырады. Енді бұл жерден фон таңдамай жатып, бірінші элементіға кіреміз, себебі бізге конвертик жасау керек. Ол үшін мынандай фигура екінші тұрады. Соның арасынан кез келген 3 бұрыш, 4 бұрыш. Енді бұл жерде бізге қажетті 3 бұрыштыны таңдаймыз. Мына жерде мен 4 бұрышты таңдадым. Енді оны ауыстыру үшін астындағы фигура деген бөліміне кіріп, мына екінші тұрған элементтің үстін басасыздар да, өздеріңізге қажетті 3 бұрышқа ауыстырып алайық қазір. Мінекей астында тұр, соның үстін басамыз. Қарасаңыздар, бұл жақта да түрлі енді формалар бар, фигуралар бар. Кеттік, бастық. Енді бізге осындай бұрамыз сары түстен қойылып тұр. Жанындағы аппақ болып тұрған домалақ сызықтардың барлығын басу арқылы, ұстап тарту арқылы сіздер осылай бізге қажетті размерге алып келеміз. Яғни конверттің осындай сұлбасын жасаймыз. Астындағы цвет дегенді басып, мына жақтан палитрасынан керекті түсті таңдап алсаңыздар болады. Немесе қайтадан конвертиктің үстін басып, мынау 3 бұрыштың үстін басып, астындағы цвет дегенге барып, и градиент деген бөлімінен біз өздеріңізге қажетті, яғни мынау градиент бар ғой, қарадан қоңырға кеткен деген сияқты. Вот соны таңдасаңыздар болады. Келесі кезекте осыларға ою қою керек. Біз ол үшін элементіға кіріп, ою деп таңдап аламыз. Егер де сіздер осы канвадан шығып кетіп жатсаңыздар, қорықпаңыздар, қайтадан кірген сәтте сіздердің дизайндарыңыз сақталып тұрады. Ол үшін плюсик деген батырманы емес, жанындағы проекты деген батырманы басасыздар. Сол кезде сіздердің мінекей недавно деген жерде өзіңіздің дизайн без названия деп сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз тұрады. Соның үстіне басайық, біз элементы дегенге барып, біз поиске ою қазақша деп жазамыз. Мінекей іздегенім менің ою қазақша деген үстін басайын, графика бөлімінде шығады. Қарасаңыздар, фото да шығады. Астында видео да шығады. Қажетті пайдаланасыздар алдағы уақытта. Графикадан оюын енді показать все дегенді батырманы басамыз. Сол кезде осындай түрлі түсті ою өрнектер алдымызға шығады. Бұның ешқайсысы жаңағы ақылы емес түрінде жоқ, сондықтан осы про версиясында жасалады дегенім осыдан. Мынау енді ақ кнопканы вращивать ететін, яғни бұрылатын кнопканы бассаңыздар, осылай ары бері бұрылады. Мынау жандағы плюс екі домалақтарменен сіздер осылай үлкейте аласыздар размерін. Сөйтіп керекті размерге үлкейтіп алғаннан кейін орынға кеп қоямыз. Ең жандағы корзинаның жанындағы тұрған удалить ету, анау дублировать ету, яғни көшірмесін жасау. Осылай алып келіп тоже қоямыз. И тағы да дублировать етіп бұрамыз да. Келесі бөліміне қоямыз, осылай бұрып, и тағы да дублировать етіп, тоже қоямыз. Енді сіздер прям четко бір-біріне бүйтіп қоя алмай жатсаңыздар, астындағы элементтерден сдвинуть деген бар, мінекей. Сдвинуть дегенмен нелер тұр ғой, оңға, солға стрелкаларды басу арқылы сіздер осылай бір линияға прям тұп-тұрыс алып қоя аласыздар. Одан кейін мынау мысалға асып кетіп жатыр размері, оны тоже кесіп алып тастауға болады, немесе алдағы уақытта оның үстін мынандай домалақ печатпен бассаңыздар болады. Енді қазір обрезка жасауды көрсетейін. Астындағы элементтерден обрезка деген батырманы басу арқылы мынандай керекті өзіңіздің бөлігіне дейін қиып алсаңыз да болады. Енді міне кішкене әдемі болып көрінді. Бұны енді өзіңіздеріңіз бөлек сақтап алсаңыздар, жанында ең соңында тұрған стрелканы басып, мына жақта міне PNG дегенді басасыздар, яғни артында фон жоқ болу керек. И прозрачный фон дегенді басасыздар, и скачать дейсіздер. Сол кезде артында ешқандай фон жоқ, PNG файл болып сақталатын болады. Яғни сіздер оюлардың кез келген түрлерін, басқа да элементтер бөлек-бөлек сақтап аламын десеңіздер, дәл осындай жолменен сіздер сақтап аласыздар. Галереяға кіргенде осылай тұрады. Қайтадан екі саусақтарыңызбен бүйтіп қысып
біріктіргенде осында екінші бет ашылады. Үстін бассаңыздар, уже екінші, үшінші беттер ашыла береді. Мына астындағы дублировать деген кнопканы басу арқылы біз мына бетті дублировать етіп аламыз. Сосын кейін фигураны алмастырамыз астындағы фигуры дегенмен. Яғни бізге конвертиктің екінші жартысы қажет. Жанындағы сызықшалардың бәрін кішірейту арқылы өзімізге керекті размерін алып келеміз. Мына жақтан прямоугольникті таңдаймын мен қайтадан, овал болып кетіп жатыр. Сондықтан бұл бізге қажет емес. Кәдімгі төртбұрышты таңдап, осылай размерін келтіріп жатыр. Бұрып размерін қоясыздар. Енді не үшін мен дублировать еттім? Потому что мына жақтағы оюлар алғашқы конвертиктағы оюлармен бәрі бірдей болу керек. Сіздер заново жасап жатсаңыздар, оның қанша сантиметр болғанын, қанша үлкен болғанын білмейсіздер. Сондықтан осылай екі саусақтарыңызбен бірік бүйтіп қысып жатсаңыздар, уже екінші бет ашылады. Сол кезде осылай оюларымен бәрін спокойно қоя саласыздар. Міне бір жаққа жинап алдым да, бірінші оюды осылай әкеп қойдым. Енді осы оюды дәл осылай дублировать етсеңіздер, тура осылай тұра қалады енді. Бірінің артынан бірі болып. Артық оюлардың үстін басып, кардинаның үстін басу арқылы өшіріп тастайсыздар. Үстін белгілейсіздер. Міне кардина шығады, аласыздар, удалить етсеңіздер, болды. Яғни бізде конвертиктің екінші бөлімі дайын болды. Оны да бөлек скачать етіп алсаңыздар болады. PNG файл, вот мінекей прозрачный фон деп қоясыздар. Ол жерден астында қарасаңыз, все страницы деп тұр. Бізге все страницы керек емес, сондықтан керекті екінші страницама сізге керек. Міне екінші страница, мынау 1, мынау 2, мынау 3 болады. Осы екі страницаны бірден прозрачный фонда көшірсеңіздер болады. Яғни үстіндегі стрелканы басамыз, скачать деген батырманы басамыз. Мінекей PNG прозрачный фонда тұр. И все страницы деген жерден екеуін бірден көшіріп алсаңыздар болады. Яғни жеке-жеке көшіріп жатпайсыздар, барлығын көшіріп аласыздар. И скачать дейміз. Болды, сіздердің галереяңыз екеуі де сақталады. Енді келесі кезекте бізге проектіға кіріп, жаңағы екі саусағымызбен кішірейтеміз, сол кезде осылай ашылады екі беті. Енді үшінші беті бізге осы конвертиктер ашылғаннан кейінгі фон болу керек. Ол үшін осы үшінші деген беттің үстін басамыз. Енді мына жаққа бізге фон керек. Элементы деген үстін басып, біз фото дегенге барамыз. Қарасаңыздар, графика неше түрлісі бар екен. Енді бұлар көбінесе обновление жүріп отырады. Сондықтан да қарап отырсаңыздар, трендтағы неше түрлі жасады. Енді фон для пригласительный деп поискке жазамыз. Түрлі мінекей андай пригласительный билеттерге элементтер, қарасаңыздар, гүлдер, андай домалақтар гүлдермен көмкерілген, түрлі жүректермен мінекей неше түрлісі бар. Енді алдағы уақытта идеяларыңыз тасып жатса, енді идеяларыңыз көп болып келіп жатса, осы жақтан канвадан спокойно жасайсыздар. Мінекей мынандай бір түрін таңдадым мен. Осылай размерін келтіреміз, полностью бетті жабамыз. Болды, фонымыз дайын. Енді осы жаққа қалаған текстарыңызды жаза берсеңіздер болады. Енді бұл Canva Pro'да, бірақ біз шрифт добавить ете алмаймыз, сондықтан жазатын жазуларымызды басқа приложение, яғни CapCut'та жасаймыз. Элементіға барып, мынау поискке жазған элемент алып тастаймыз да, поискке бағанағы ою қазақша дегенімізді жазамыз. Графика бөлімін ашамыз, показать все деп, и керекті оюымызды таңдаймыз. Мысалға мына түрін таңдадық, и сразу бұл бір жақсы фонға сәйкес осындай түске өзі боялып шығады автоматически. Сондықтан ешқандай түсін мен өзгертпеймін, ыңғайластырып әпкеліп осылай қоямын. Мендегі видеодағыдай кішірейтіп, мынандай төбесіне астына қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің енді қалаған дизайндарыңызға қаратай қойып, мінекей осылай қойып, и осы жерден сразу анимация бересіздер. Астындағы анимация бөліміне барасыздар, аяқтан цветті өзгертсеңіздер болады. Енді бұл менде осылай қалады. Енді X-ті батырмасын басамын. Мына жақтан ползунықтар жылжытып жасай бересіздер ғой. Енді астында анимация деген бөліміне кіресіздер де, енді бізге керекті ең соңғы эффект движения дегенге барамыз, и повернуть деген батырманы басамыз. Сол кезде мінекей осылай айналып тұратын болады. Тағы да үстін басу арқылы сіздер скоростін өзгерте аласыздар. Тез айналсын, немесе жай айналсын десеңіздер. Енді тура осыны дублировать етеміз.
Себебі сол кезде біздің сразу анимациямен дублировать етіледі. Яғни мына біреусіне бір анимация, екіншісіне тағы да бір анимация беріп жатпайсыздар. Екі жұмыс емес, тек қана бір жұмыс қылып осылай жасаймыз. Енді керекті тағы да элемент бізге подложка под текст золото деген сияқты поиске жазамыз. Қарасаңыздар, мен пайдаланған алдыңғы билеттерде и басқа да элементтер мына жақта бар. Текст жазу үшін, мысалы, мерейтойға шақыру деген сияқты, немесе тойға шақыру деген сияқты жазу үшін осындай бір подложканың түрін таңдап алайық. Қарасаңыздар, болды разделительдер, неше түрлі жазулар, сандар, барлығы енді осы жақта бар. Мінекей мына бір түрін таңдадық, осылай тартып алып келіп қоямыз. Дәл осылай қалдырып, сіздер енді тоже бұны видео ретінде көшіріп алсаңыздар болады. Енді болмаса, мына осы подложканың үстіне фото қойсақ болады, немесе бір сандар, тағы да бір элементтер қойсақ болады. Элементтің үстіне барып, бізге мысалға 80 деп жазып көрейік. Яғни 80 жас мерейтойға шақыру деп жасап жатырмыз. 80-ді басамыз. Міне графика дегеннің үстін, фото дегендер бар екен. Енді графиканың үстін басамыз. Сол кезде түрлі 80 дегендер шығады. Вот астыға тартып қарасақ болады. Мындай шарик түрлерінде бар екен. Серебристый, золотистый, розовый, красный, неше түрлісі бар екен енді. И осындай бір шармен таңдадым. Размерін кішірейтеміз осылай. Бұл енді осылай жоғары шығу үшін осылай бір анимация берсек болады енді. Немесе басқа да санға ауыстырсаңыздар болады. Айларыңызға қарайын. Дәл осы шарды жасалу жолын көрсете кетейін. Бұны мынау артына, подложканың артына қойсақ болады. Санға анимация береміз. Санны үстін белгілеп, одан кейін астындағы элементтерға барамыз да и өзімізге қажетті таңдайық. Пойдем фото. Бірақ фотоның жартысы қиылып қалады екен, сондықтан басқасын таңдаймыз. Мына жақта линия деген бар. Вот линия осылай астынан шыққан сияқты болады. И мына жақта направлениялары мен скоростьтің кішкене бәсеңдетіп, скоростьін азайтып, и жоғары, мінекей төмен, оңға солға деген направленияны қоя береміз. Енді слой дегенге барып, чтобы жіптері подложканың артында болу үшін осылай тартып, подложканың астына алып келеміз. Мінекей, бұл жерде енді сіздер 80-нің орнына басқа сан, немесе басқа 80-ді таңдасаңыздар болады, немесе мендегі бордовый шақыру билеттегідей фото қойсаңыздар болады. Ол жерде қыз тұр ғой, мына жаққа әже мен баласын алып келіп қойсаңыздар болады. Оны да алда көрсететін боламын. Мына жақта менде барлығы енді бір линияда бір түрлі болып қалған сияқты, сондықтан осылай үлкейтіп, тартып, екі жақ шетіне қаратай қойып жатырмын. Тоже сіздер осылай ыңғайластырып, өздеріңізге төрт жағына төртеу қойсаңыздар да енді өз фантазияларыңызға қаратай жасап ыңғайлайсыздар ғой. Енді осыны скачать етеміз. Бізде 3 бар, страница бар. Яғни біріншісі конверттің бір бөлігі, екіншісі конверттің бір бөлігі, үшіншісі мынау. Осыны видео түрінде сақтау үшін только страница 3 дегенге птичканы қоямыз да, осылай сақтап аламыз. Только осы видео түрінде ғана сақталатын болады. Сохранить видео дейміз. И галереямызда қалай сақталғанын көрейік. Галереяны ашқан кезде мінекей дәл осылай видео түрінде сақталады. Яғни ою да қозғалып тұр. 80 де шығады. Енді осындай менде әже мен немересін қойған фотом бар. Қалай жасалуын келесі видеоларда айтамын.